Азаматтық қорғау республикалық оқу-әдістемелік орталығының тарихы 1959 жылдың қарашасынан басталады. Сол жылдары оқуға азаматтық қорғаныс бастықтарын, азаматтық қорғаныс штаб бастықтарын, министрліктердің басшы құрамдарының өзге тұлғаларын, халықаралық жағдайлардың талаптарына сәйкес азаматтық қорғаныс ұйымдары бойынша соғыс уақыты жағдайларында сауатты әрекет етуге бейім ведомстволарды дайындауға бағытталды. Қазіргі кезде Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі бекіткен жинақтау жоспары бойынша республикалық оқу-әдістемелік орталығы 3 бағытпен оқытады. Бірінші бағыты азаматтық қорғау саласында орталық және жергілікті атқарушы органдардың басшы құрамдарын және мамандарды оқыту. Екінші бағыты аса қатерлі өндірістердің, объектілердің басшыларын және мамандарын оқыту. Үшінші бағыты азаматтық қорғау саласындағы құтқарушы бөлімшелер басшы звеносын оқыту. Оқу-әдістемелік орталығының техникалық, оқу-әдістемелік базасын жетілдіріп және кемелдендіріп, дамытып келеді. Оқу процесіне мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұйымдардың басшы құрамдары мен мамандарын табиғи және техногенді сипаттағы төтенше жағдайларда, сондай-ақ азаматтық қорғаныс бойынша тиімді дайындауға көмектесетін жаңа тәжірибелік элементтерді енгізіп отыр.
келгенде бұл оқу бізге не береді деп ойлап келген, бірақ ойым дұрыс емес екен. Көптеген мағлұмат алдық, мына практикалық көптеген жағдайларды көрдік. 1, 2, 3, 4, 5 тағы. Өрір қапты. Цифрды 1, 2, 3, 4, 5. Қанша рет қайталаймыз? Ремень, галстук, можно закрутку сделать. Шетелдегі болған жағдайларды көрсетіп жатыр. Бұның бәрі біздің оқу үйрену әдістемелігі бір үлкен жолға қойылған деп ойлаймын. Және осындай оқу курстары әрі жалғаса беру керек. Елдегі, әлемдегі басқа жағдайлармен салыстырмалы түрде өзінің түсінігін, ойын жоғары. Хорошо слышно. Слышно хорошо? Облыстың әкімі уақыт 12:50. Шағын топтарда 3-ші кезең бойынша оқуды продолжаем занятия по 3-му этапу в малых группах. Необходимо начальникам гражданской обороны города и района. 6 баллов. Тимур. 13 часов 40. Минут времени провелся в Тимуровском районе. Момент землетрясения, авария. Потери. Есть информация? Коксуалдан, Коксуалдан. Извиняйте, вот так вот. Больше обойдем. Не рабочая, ее будет. Госпитализация, чермобыльца, срочно, и транспорт. Сейчас я проверю сейчас. Надо поставить. 14:50 произошел оперативный скачок во время 2 июня 2012 года. Так, я подготовила отчет. По состоянию на второе информационное инженерной команды МЧПС эвакуируем людей с поселка 2800 их надо эвакуировать. Пайда болды. Су қысымымен жарықша көлемі минут. На 300 человек выделено. Машина
на госпитализацию. Астана палатында Айналда жер сілкініп, өзім үшін 500 человек, в том числе 300 человек нуждаются. жоқ мына 2,5 гектарқа мына добра Сарыарқадан бізге келу керек. Соған байланысты біз өзі екі мына эвакуационный 2,5 мың адам. 30 тысяч. Так, потери населения составили, так, Куюке в зоне. Да, туда посты, значит, выставили 20 города. И пешие патрулирование по городу. И, значит, 80 тажует команда. Енді мына халықтың бәрі қайтадан жаңағы 1907 адам қайтадан Шелекермен қаласында қырсықа күндерде пайда болды. Карантиновый біз жариялады. Евгений Николаевич. Сколько у нас пружин? Пружин сколько? Пружин у нас 80. Обходы, как поняли? Население 85 тысяч человек, потери населения, санитарные потери. Привлекается 37 человек. Их оснащение, то есть техника, имущество и снаряжение. По ходу границы города вообще не понятно. Для представителей исполнительных органов власти. Эти командно-штабные учения, которые здесь моделируются, теоретические знания, которые мы здесь получаем, они очень важны для того, чтобы понять и быть готовым к любой чрезвычайной ситуации, которая может возникнуть в данном городе. Учитывая сейсмоопасность, высокую сейсмичность нашей зоны, гор Алатауских. Поэтому мы, в принципе, полностью поддерживаем и хотели бы практически весь наш состав акимата провести через данные курсы и особенно, конечно, сотрудников наших районных служб, чтобы они знали и имели понятие впредь. Практически каждая служба является членом какой-либо комиссии, поэтому они должны это все видеть воочию. Тем более здесь очень наглядно показано все на примерах.